Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында печенье жасаймыз. Біздің каналға подписаться кнопкасын және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар: бір жұмыртқа, ванильный сахар және сахардың өзін саламыз 5 үлкен қасықпен. Және де сұйық май керек. Аздаған тұз қосамыз. Сосын барлығын осылай араластырамыз. Жақсылап бір-екі қылып араластырып алғаннан кейін қопсытқыш қосамыз. Араластырамыз жақсылап. Сосын үстіне ұн қосамыз. Ұнмен де осылай бір-екі қылып араластырып аламыз. Аяғына таман осылай қолымызбен елеп, тестамызды әдемілеп бір-екі қылдырып алуымыз керек. Рецепті міндетті түрде описанияға жазып қоямын. Сол бойынша өздеріңіз үйде жасап көруге болады. Міне біздің тестамыз уже дайын, тура видеодағыдай болып шығу керек. Енді осыны оқтаумен ақырындап жайып жібереміз. Міне жайып алдым. Енді менде осындай печенье қиятын формалар бар. Сіздерде болса тоже қиюға болады, болмаса обычный суық құятын стакандармен қия берсеңіз болады. Бетіне дәмдеп өздеріңіздің қалауларыңызбен себуге болады. Мен қантпен және мактан қостым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай аунатып алдым. Сонда тәттірек шығады. Егер тәтті жемейтін болсаңыз, ештеңеге аунатпай-ақ печеньенің өзін ғана пісіруға болады. Міне барлығын осылай істеп алдым. Енді формаға салдым. Форманың астын майлап жібересіздер. Міне уже менің печеньем дайын. Ары кетсе 20 минутта пісіп қояды. Өте дәмді тәтті шықты. Достар, сіздерде міндетті түрде жасап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.